Құрметті қазақстандықтар, жаңа мен мына TikTok желісінде қаптап кеткен бір Дәурен деген блогердің, егер нақтырақ айтсақ, блогер Сымақтың сөздері жүр. Ол Жанар Айжанова менен сұхбат алған екен. Сол жерде Жанар Айжановадан сұхбат алғаннан кейін масайрап отыр ма, мен түсінбедім. Жанар Айжанова өзінің қызынан туған баланы жиен деп айтпайым, қазақтар қателеседі. Негізі қыздан туды не, ұлдан туды не, оны немере деп айтады деп. Ал жиен деген сөзді туған туысқандары ғана айта алады деп те, сондай сөзді айтып отыр екен. Еще өзіне сенімді жаңа Дәурен деген блогер Сымақ.